Сәлем достар, бүгін біз тирамису пісіреміз. Сонымен бізге қажетті нәрселер: 6 жұмыртқа, 1 шымшым тұз, 150-160 грамм ұн, 100 грамм қант, толық бетімен бет 1 шай қасық қамыр қопсытқыш, 3 шай қасық кофе, кез келген кофе өзіңізге ұнайтын бола береді, және 2 шай қасық қант. Оны бірден қайнап тұрған суымызды құйып, демдеп, қамырымызға керекті нәрселер осылар. Ендігі кезекте бізге кремі үшін 250-300 грамм клегей, яғни сливки, президенттікімен дәмді шығады, 100 грамм қант. Менде мынандай ерітілген дружба деген ерітілген ірімшік. Бетін әрлеу үшін бізге өте темный деп айтамыз, яғни қара шоколад. Дружба деген ерітілген ірімшіктің орнына мынандай сүзбелі ірімшікті алуларыңызға болады, немесе маскарпоне алуларыңызға болады. Бірақ мұнда кішкене тұздырақ, осымен дәмді шығады. Және өзіңізге ұнайтын кез келген какао, немесе міндетті түрде Несквик какаосын қолдануыңызға болады. Сонымен біз кремге қажетті нәрселерді тоңазытқышқа салып қойып, бисквиттен бастаймыз. Ең бірінші жұмыртқамызды әбден көпіршітіп аламыз. Жиегін міндетті түрде ішіне қарай араластырып жіберіп отырамыз. Себебі жиегінде сары уыздары тұрып қалады. Осындай үлпілдек масса пайда болғанға дейін көпіршітіп аламыз. Ендігі кезекте бұған біз қантымызды қосып, бірнеше бөлікке бөле отырып қосамыз. Жұмыртқамызды шайқап болдық. Миксерді пайдаланып болдық. Ендігі кезекте біз мұндағы қамыр қопсытқышымызды ұнымызға араластырып жібереміз. Онда алдын ала електен өткізіп алғам. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Тағы да електен өткізіп қосуларыңызға болады, немесе ақырын бетіне салып, мен бұған дейін өткізгем. Араластырғышымыздың көмегімен бір қалыпты массаға айналғанша араластырамыз. Осы уақыттан бастап пешімізді 180 градуста, немесе 160 градуста, немесе өзіңіздің пешіңіздің маркасына қарай қыздырасыздар. Бисквитті пісіріп жүрген қызу деңгейіне қойып. Ешқандай түйіршіктері қалмауы керек. Оның барлығы тегіс араласу керек. Егер тегіс араластыра алмаймын десеңіздер, онда бірнеше бөлікке бөліп, міндетті түрде електен өткізе отырып қосыңыздар. Сол кезде жеңілірек болады. Тирамисудың бисквитін бірден пісіріп алып бөлгеннен қарағанда бөлек-бөлек пісіргендеріңіз жақсы, сүйкімді шығады. Және бисквитіңіз үгіліп, ондай артық сұрақтар туындамайды. Барлығы тегіс араласқан сияқты. Қамырымыз дайын. Кофемізді бүркеліп қоямыз. Енді пешіміздің қызғанын күтеміз кішкене. Сонымен пешіміз қызды. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, тегіс етіп жайып жібереміз. Жиегін кесіп тегістеп жіберулеріңізге болады піскеннен кейін. Бір бөлегі дайын. Пешімізге салып, 5-7 минут көлемінде пісіріп аламыз. Бисквитіміз пісті. Ортасына ағаш таяқ тығып көру арқылы біз
тексеріп көрдік. Мінекей, өте үлпілдеген бисквит болады. Оны сеткаға немесе майлықтың үстіне, құрғақ майлыққа түсіріп аламыз. Кішкене күтсек, өздігінен тез ажырайды. Келесісін дәл осындай етіп пісіріп аламыз. Ал мұндағыны суытуға кішкене қоя тұрамыз. Сонымен мінекей бисквиттеріміз дайын. Суытып қойдық. Сеткаға немесе осылай майлықтың үстіне суытуларыңызға болады. Ендігі кезекте бізде крем. Клейгейімізді ысымызға құямыз. Клейгейлеріңіздің түбін жақсылап қараңыздар. Қоюы тұнып қалуы мүмкін кейбір клейгейлерде. Клейгейді көбінесе түсінбей жатады. Бұл сливки 33-35%-дан жоғары. Президент 35%. Және қатты жылдамдықта шайқаймыз. Осындай біркелкі массаға айналған кезде қою қалыпын сақтайтын 300 грамм ерітілген ірімшігімізді қосамыз. Плавленый сыр деп жатамыз, немесе сүзбелі ірімшік, творожный сыр, креметте деп жатамыз. Соларды қосуымызға болады. Менде дружба народов деген клейгей суға кеткен сияқты кішкене. Сонымен дайын болған креміміз дайын болды. Клейгей, ерітілген ірімшік, қант барлығын қосып араластырып алдық. Суып тұрған бисквиттерімізге бұған дейін дайындаған суып тұрған кофемізді, қант қосылған кофемізді құйып шығамыз. Дайын болды. Бұның үстіне кремімізді жағамыз. Кремімізді мол етіп жағамыз, себебі тирамисудың дәмі осы креміне байланысты. Осы орта жеріне жағылатын кремді молырақ қыламыз және ең бетіне аз ғана оғалданып тұратындай ғана жағамыз. Әрбір қабаттың ортасына қара шоколадты үкіштен өткізіп қосасыздар. Және мұның орнына какаоны, несквик какаосын қосуларыңызға болады. Ол ерекше тәтті, қанты бар құрамында. Сондықтан тирамисуыңыздың өте тілі үйіріп шығатынына әсері мол. Осы жеткілікті бізге. Және кішкене какаомызды сеуіп қоямыз. Ендігі кезекте бұның екінші бетін саламыз. Және креміміздің қалған бөлігін жағып шығамыз. Екінші қабаты аса қалың болмайды. Және бұған какао кофеңізді құюыңыз, құймауыңызға да болады. Астыңғы бөліктен өте жақсы, егер кофе сезілетін болса, құймауларыңызға болады. Мұның бетіне де дәл солай. Және какаоны бұл жерге молынан себеміз.
Сонымен біздің тирамисумыз дайын. Дайын болғаннан кейін жарты сағат немесе таңға дейін тоңазытқышқа қалдырып, сосын барып кесулеріңізге болады. Немесе бетіндегі какаосы сулану бойға да кесе берулеріңізге болады. Егер таңға дейін ұзақ тоңазытқышта қалдыратын болсаңыздар, крем өз қалпын сақтап тұрады, біраз қаттырақ болып. Өте жұмсақтығы көрініп тұр кесу барысында. Тәрелкемізге саламыз. Мінекей достар, біздің тирамисумыз дайын. Таңғы асқа жесеңіздер де, кешкі тамақтан кейін десерт ретінде жесеңіздер де шаймен өте жағымды тәттінің түрі. Астарыңыз дәмді болсын.